Баршаларыңызға ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Сага. Бүгінгі видеода бізде дейтін өте керемет Brawl Stars ойыннан, кеше ғана обновление болған болатын, обновлениеде не шықты барлығын, обзор жасайтын боламыз. И потом осы жерден алатын заттарды, легендарный заттардан алатын боламыз. Видеомыз бастамастан бұрын осы видеоға лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Ал ендеше мен көп сөйлей бермей видеоны бастайын, ал біз видеомызға кеттік. Так, короче, достар, енді біздер дейтін өте керемет видеомызға да оралдық. Енді так, неден бастаймыз? Ең алдымен, так, біздерде не өзгерді? Бізде айтпақшы. Бізде 101 боец, и бізде кеше ғана бізде 3 боец қосқан болатын. Сразу. Бірақ 3 боец әлі бізде көрінбейді, өкінішке орай. Бұл жерде пайдей жоқ, походу бұл жерде жоқ. Және де бізде қатардан бізде бір 2 бапи ма 3 бапи қосылып кеткен екен мына жерде. Так, мендегі бар ол мына осы екеуі пайда, осы екеуі мен қателеспесем или үшеу бар ма бізде. Не болса да бізде бапилерді көбейтіп жіберген. И потом так магазин жіберген бізде. Бұрынғы бізде каталог скин деген нәрсе жоқ. Так, осы жерде Дракон Гром дейді. Легендарный набор 299 алмазға құртсам екен, құртпай қойын ба, не істесем болады. Так, мына жерде не бар? Опа, бізде гиперзаряд бар, мына жияға 79 алмазға тұр, епайды. Алуға болады негізі, алуға стоит негізінде. Но бірақ маған өзіме не екенше гиперзаряд деген нәрселер, темалар ұнамайды. Өзіме. Так, біз айтпақшы мына жерден күн сайын 100%, 50%, 25% деген сияқты, осындай заттар берілетін болады бізде. Мысалы 245, бұл жерде бізде скидка 15%-ке, 9,5 блейнге 245 алмазға тұр. И мына жерде бізде келесі бізде, так, 12680-ге, бір мепический скин, және де бізде новый значок береді екен, и потом бізде трофейный ящик береді екен. По идее, мен бәрінен де бұрын, мынаны ағым кеп жатыр бар ғой, Меха Леон, Меха, бізде легендарный набор. И потом трофейный ящик, по идее, әдем нәрсе. Алуға болады. Бізде, үшінші бізде легендарный скин, әдем. И сосын бізде келесі бізде мега ящик, так, мега ящиктен гарантия бізде ештеңе түспейді, бірақ блинги, мынау монеталар түсе берсі. И байт, звездный сила бізде лолаға түсті. И потом так бізде мистер П-ға кредит, и потом тағы кредит. Все, нормально. Енді трофейный ящиктен бізде не түседі екен? Айби, ең кәқізі. 3 сат берді, таста орсын кереміз. Бұл жерде мен неге алдым? Мен бұл жерде алған себебім, так, анаған болы алдым мен. Нетсем болды өзі, легендарный скинге олы алдым, әпсем атак плей алмаймын оны, негізі ағымда кеп тұрған жоқ негізінде ше оны. Сосын мына жерден айтпақшы біз мепический бір любой скин таңдап алымызға болады екен, қарындар. Так, мына жерден бейтіп, өздеріне ұнаған бір скинді таңдай аласыңдар, Так, өзіме бұл жерде ұнайтын скин, так. Мынау Рико өзімде екінші аккаунтта бар, что-то например, керегі жоқ, мыналардың вообще керегі жоқ. Мен алардың тикші. Жоқ, тик керек емес. По идее, походу. Осыны алсам қалай негізі? Бибиге. И болмаса. Мынаған алсам да болды, грубил лут екенше. Өзіме оңайды осы бару, бір жағы. Алпысы біле, не болса да кеттік. Бізде грубил лут. Бізде қаншашын скем ол бізде. Мепикеде бізде бір скем бар. И потом келесі видеода аккаунтқа обзор жасайтын болады, кішігірім. Айбей, ұшаз өтті. Дым жоқ. Мына трофейный ящикте сонда бізде тек қана блингілер түсетін ящикте сонда мен түсінген. Бұл жерде бізде редкий скиндер бар екен. Так, редкий скиндерден қайсынар бар жерде? По идее, бұны алудың керегі жоқ деп. Жоқ. Пайт, мына значок екен ғой. Мен ойлап отырмын, мынандай ящик деп бар ғой, анау большой ящик па, не ящик мынау өзі. Сонда екен деп ойлап отырмын бар ғой, мынанша. Ничего, нормально, по идее нормально. Келесі біз енді 18 сағаттан кейін бізде обновление болады, сол кезде басқасына қортатын боламыз. И так бізде енді 415 кристалл бар. Ол 415 кристаллға тек не аламыз? Прэнк алуға болады, болмаса, осын алуға болады, Дракон Громды.
негізінде өткенде әдемі маған акция шығып тұрды. Акция дегенде бәрімізде тұрды ма кезінде. Сол кезде алуыма болатын еді негізінде. Просто видео түсіремін, ән түсіремін, мәні түсіремін деп ше. Әшейін кристалдар тоқтай келіп осы күнге дейін. Негізінде сол кезде алуым керек еді негізінде да. Білмеймін, мен өкініп отырған сияқтымын қазір бар ғой. Так, бізде қанша адам бар? 79 ба? Ух ты, 80 адам бар. 80 адам 20 мың кубке по идее нормально, походу, әдем ба? Комментке жазып кетіңдерші, нормально или не нормально деп. Енді так біздер дейтін не аламыз. Болмаса ше мен бұл жерде бар ғой. Мортиз бар ғой? Мортиз. Жоқ, Мортиз емес. Или Мортизге ма? А? Ебайд Мортизге 299, 199 алмаз отыр ғой. Негіз алға болады негізінде так. Алсам бекен, мен қойын бейлей. Походу аған дұрыс негізінде. Ал енді бізде келесі бізде легендарный скин Мортиз меха. Майты значоктарын қараңдар. Өте көп значоктар берілді. Бұлардың орнын басатындар бар ма? Біреу алынса екіншісі оның орнына шығатын деген сияқты. Сосын бізде гиперзаряд алсайын Начияға. Менде Начия бар ма? Просто мен Начиядан бұрын. Начиян ал гиперзарядын алып, Начиян өзі болмай қалып бастағыда. Начия деген қайсы құрсын? Мынау ма? Еще пулка екен. База жоқ. Негізінде мен гиперзаряд деген бізде өте қымбат тұратын нәрселер. Өздерінде көрсіңдер, 599 болсын, алматыға тұр. Бірақ бізде әдем тіккенен бізде болып алматыға тұр екен. Неге құрпасқа, неге алматыға? 550 кристалл екен негізгі баға. Так, мына жерде тағы гиперзаряд бар екен. Начияға дейді. Начия дейді. Емайтан қаранда иконкасын бар екен. И потом не асам болады просто не байт бір таң алатын бір бар ғой, бір таң алатын бір еш біле көріп тұрған дейді негізі бұлай. Просто не болса да кетті гиперзаряд алсам. Гиперзаряд бар. Сонда гиперзаряд несінде кән көрішсіз біз тренкасын ойнап. В общем, Начия деген өзін не істейтін де білмеймін ше бұның бар ғой. Испытать тренировка все кетіп көрік. Не істей алады бұл өзі? Кән? It's sneaky time. Мынандай, в общем, қыпы жейтін неме білін, робот па? Сондай бір бәле жібереді екен. Қарандар, әшін өзінде, так, сонда да бір текер алады, сонда да, сендердің көзінше. Так, бізде 3 мынандай кетеді екен, 3 типа дрон сияқты ба, не білем, робот па, бәле жібереді екен. И потом оның қыпсы кетіп тұрады екен. Ал егерде біз гиперзарядты қолданып соны жіберетін болсақ, так, не болады, не өзгеріс болады бізде. Так, ебайт, нан қаранды, көбейіп кеттін алып. Да, нұна. Тема ғой, тема болды. Маған Начиян по идее маған гиперзарядты ұнап тұр. Алға болады, алға ұстайды екен. Алсандар болады, өкінбейсіңдер. Егерде ойнай білетін болсандар бұмен. Неге мен 295 кристалл жинағам, неге мен бұн способностьтын білмеймін, неге? Не деп, просто мынау күші не деп сендерден сұрап тұрмын мынау. Мысалы, рейден болса мағыл, орсы зеге болса мағыл екен да, білмеймін деп ше. Мысалы, зеге менде 0 куб. Мысалы, бірақ оның бір жері жақсы жері білем да. В общем, жақсы онда осымен видеоны аяқтайын енді осымен. Или болмаса кеттік та, бір катка ойнап қойдық. В общем, каткамызға де кірдік. В общем, әні, мәні дегенше кірдік. В общем, андай қазір ойнай алмай атсам, өліп қалып атсам, өліп қалып атсам, ешіне өлейін дедім. Андай авида болмасын, өлі бот екенсің ғой, деген сияқты типа. Мұнан битсен қуып барып тиеді екен мұнау, банан қаранды. Тема ғой, тема. Так. Пойди топ-1 менікі ғой, бұл топ-1 менікі, топ-1 менікі, әуре болмай. Уже ма не? Уже өліп қалдыңдар ма не? Қырылып қалдыңдар ма? Бірақ негізі, пойди оңай негізінде ше? Өйткені? Или оңай емес па? Байт мынаның бәрі маған жауып кеткіз. Мынау,
ниет ама точно ғой қатқанның басқаша рөлі болып кетті ғой. В общем, енді осымен топ 2-ні алды, енді осымен видеоны аяқтай беруге де болады. Енді сендермен бірге болғанымызға ал давайте